кезекті қоғамдық тыңдауға қош келдіңіздер. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Жаңаорпа бір кен орнында құрылыс тасты өндіру бойынша тау-кен жұмыстарының жоспарына ықтимал әсері туралы есеп жобасы. Бұл қоғамдық тыңдауды жүргізетін мен Шетпе ауылы әкімдігі және МКТСым карьерінің алдағы уақытта есеп жобасын тыңдаймыз. Қоғамдық тыңдаудың хатшысы ретінде Қақшаев Батырдың кандидатурасы ұсынылады. Қарсылықтарыңыз жоқ қой? Егер қарсылықтарыңыз жоқ болса, баяндамашыға сөз сөйлеуге 15-20 минут уақыт беріледі. Сөз сөйлеп болғасын сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Осы жерде МКТСым карьерінің өкілі де отыр, соғанда сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, өздеріңіз бетін шығарсын, МКТСым мекеме дейтін өткен 20 ғасырдың 60 жылдар бері осы біздің Маңғыстау облысында, яғни Шетпе ауылында істеп жатқан мекеме. Біраз осы біздің Маңғыстау облысының дамуына үлкен үлесін салған, жолдар, үйлер бәрі осы МКТСым шығарып жатқан материалдардан салынған. Бүгін енді Қазақстанның заңнамасы бойынша әрбір жұмысқа өзінің уақытын береді. Сол уақытын қазір МКТСым созып жатыр. Экологический рұқсатқа және келісім шарттың ұзартуына. Қазір негізінде біздің қарап жатқанымыз жобамыз тек 9 жылға арналған. Яғни 2026-тан 34 жылға дейін. Енді Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданындағы Жаңаорпа бір кен орны құрылыс тасты өндіруге арналған тау-кен жұмыстарының жоспарына ықтимал әсерлер туралы есептің негізгі мақсаты қоршаған ортаның компоненттеріне әсер етудің барлық факторларының бағалау, оның бастапқы жай-күйін ескере отырып, кәсіпорын жұмысы кезінде қоршаған ортаның сапасын өзгеруі болжау, азайту немесе жою бойынша ұсынымдар әзірлеу. Жоспарланған қызметтің жүзеге асыру орны. Жаңаорпа бір кен орны Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданының жерлерінде әкімшілік тұрғыда орналасқан және Шетпе елді мекенінің оңтүстік-шығысқа қарай 1 км қашықтықта орналасқан. Жаңаорпа бір кен орнында құрылыс тасты өндіру алдын ала қопсыту үшін бұрғылау, жару жұмыстарын жүргізіледі. Пайдалы қазбаларды өңдеу мынандай схема бойынша жүргізілетін болады. Бұрғылау, жару жұмыстары, сою, забой дейміз оны, жүк көтергіш экскаватор, автосамосвал, құрылыс орны немесе ұсақтау, сырықтау қондырғысына апарылады. Құрылыс тасты өндіру үшін осы жобада тау-кен технологиялық жабдықтар мен автокөліктерді пайдалану көзделеді. Карьердің жалпы ауданы 0,325 шаршы километр, яғни 32,5 гектар. Берілген жұмыс учаскесі пайдалы қазбалы теңгерімдегі геологиялық қорларын толығымен қамтиды. Карьер аптасына 5 күн, бір ауысымда 8 сағат жұмыс істейді. Карьерде әзірлік кезінде карьердің жылдық ұзақтығы 221 күнтізбелік күн жұмыс күні. Жобада жылдық өндіру көлемі 2026-2034 жылдары 250 мың шаршы метр құрайды. Жобаланған объекттің әрекеті кезінде қоршаған ортаны ластайтын негізгі ингредиенттер шаң мен улы газдар болады. Ұйымдастырылмаған шаң шығарындылары келесі технологиялық операцияларды жүргізу кезінде пайда болады. Ашылған жыныстарды алып тастау және үйінділерген ауыстыру кезінде, бұрғылау, жару жұмыстары кезінде, қопсытылған тау массасын көлік құралдарына тиеу кезінде, көлік құралдарының карьершілік және алаңдық жолдар арасында жүру кезінде, тау-кен массасын оның тағайындалған пункттерінде түсіру кезінде, топырақ өсімдік қабаты мен бекітілмеген үйінділердің бетінен аршу жұмыстарын жүргізу, құрылыс тасты тиеу, құрылыс тасты қабығын карьер жолымен межелі жерге тасымалдау. Улы газдар шығарындыларының көзі ішкі жану қозғалтқыштары болып табылады. Осы жобамен Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданындағы Жаңаорпа бір кен орнында құрылыс тасты өндіру жоспарлануда. Сондай-ақ жобалық қызметті жүзеге асыру
өңірдегі де жергілікті тұрғындар үшін де әлеуметтік экономикалық жағдайы жақсартуға ықпал ететін болады. Жоспарлаған қызметі іске асыру шеңберінде қызметкерлердің жобалық саны 24 жұмыс орнын құрайды. Яғни 24 адам істейді. Осылайша жобаны іске асыру Маңғыстау облысының және тұтастай алғанда елдің тұрақты дамуы үшін елеулі пайда әкеледі. Жобаланған карьердің құрамында келесі нысандар болады: жеке карьер, әкімшілік тұрмыстық үй-жайлар алаңы, карьер ішіндегі жолдар. Жобаланатын өндіріс объектілері орналастырылатын жерлерді құнарлы қабатының сапасы бойынша төмен күнді және ауыл шаруашылығының жүргізуге жарамсыз болып табылады. Яғни жерлері ауыл шаруашылыққа жарамай жұмыс істейтін жерлері. Қазіргі уақытта ашық тау-кен жұмыстарында шаң мен газбен күресу мәселелерін көбірек көңіл бөлінуде. Өйткені жұмысшылардың қолайлы еңбек жағдайларын жасау олардың шешіміне байланысты. Бұл сайып келгенде еңбек өнімділігінің артуына және санитарлық гигиеналық жағдайларының ғана емес, сонымен қатар тау-кен кәсіпорнының экономикалық көрсеткіштерінің жақсаруына әкеледі. Карьерді жұмыстар тек жылы мезгілде жүргізіледі. Шаң түзілуін азайту үшін мынадай іс-шаралар көзделеді. Кең жарды, карьер ашылып және алаңаралық автожолдарды, үйінділерді жүйелі күнделікті сумен суару. Ал құрғақ жерді ауа райында күнде 2 рет суару. Тау массасының төгілуін болдырмау үшін автомашиналардың шамадан тыс жүктеуіне алдын алу. Автокөлік пен қазу техникасын қозғалыс жылдамдығын оңтайлы минимумға дейін төмендету. Жылы мезгілде наурыз-қараша карьершілік автожолдарында суару 1 литр шаршы метрге жұмсалады. Су шығарумен ауысымда 2 рет жүргізіледі. МКСЦ жауапкершілігі шектеулі серіктестік жүзеге асыратын технологиялық процестер қолданыста алаңдар мен объектілерді ұғымды пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл жер жамылғысын өсімдіктер мен жануарлар әлеміне бәрінше аз әсер етуге әкеледі. Адамның тіршілік ету ортасына және денсаулығының әсер ету объектілері бөлі табылатын объектілердің санитарлық қорғау аймақтарының қойылатын санитарлық эпидемиялық талаптарына сәйкес санитарлық қорғау аймағына аумағы Қазақстан Республика денсаулық сақтау министрлігінің 2022 жылғы 11 қаңтардағы 2-ші бұйрығына сәйкес объектке арналған санитарлық қорғау аймағы өнеркәсіп алаңына шекарасына 1000 метр қашықтықта орналасқан. Объект бойынша ластауыш заттардың шығарымы жылына 55 тонна болады. Оның ішінде шаң жылына 3 тонна 97 болады. Қысқаша айтқанда баяндама осындай. Өздеріңіз тағы да айтып кетейін, баяғыдан істеп жатқан мекеме 60 жылдай болған. Осы жерде адамдар да бар, сол мекемеде істеп кеткендер. Соның енді қазір уақыт несін экологиялық рұқсатын несін уақытын созып жатырмыз. 35 жылға дейін. Сұрақтар болса? Ауыл тұрғындар сұрақтарыңыз болса, бұл жасап тұрған карьер өздеріңіз білетін МКСЦ дейтін сұрақтарыңыз қоя беріңіз. Жылын ұзартуға экологиялық рұқсат жоспары бұл баяндалған. Мына оқып отырған жігіт бірінші жастың баласы оқыдың ғой, сол жерде кәдімгі тұрақты үнемі оқып, осының бәрі оқиды басынан аяғына шейін білетін, сол жерде бір ширығып жұмыс жасап жүрген сияқты көрініп отқан жоқ. Сіздің оқып отырғаныңыз, біз ол оқуды 25 жылдан бері қатысып жатырмын. Ол оқуды тыңдағанбыз. Ол оқу тек сценарий бойынша оқылады. Әуелде бәлен ойнайды, түгін ойнайды, бәлен қылады деген сияқты. Біз карьерге осы Маңғыстаудың халқы кешегі соңғы октябрьдің қазан айының 22 күні облыс әкімінің есеп беруінде нұқталар қандай болды, осы жерде айқай болып жиналыстың аяғы қалай тарап отыр. Апрельдің 13 күні жиналыс болды осы жерде.
мына тау жарудан Қоспұрақ жақтағы тонау Айрақтыға ел шығып жатқанда Айрақтыға шейін естіліп тау жарылыс деген. Ол жерде даладан келгендер білмей жер сілкінісіп жатыр, не болады деп шошып кеткенде біздің ауылда адамдар айтты ғой, отыра берің, біздің ауылда тау атып жатыр деген. Сол жиналыстың айқайы 13 сәуір күні осы жерде жиналыс болып ұйымдастыруымыз, халықтың ұйымдастыруымен. Ол жерде шеттен ғана адамдар қатысты. Оған көңіліміз толмай, облыс деңгейінде құзырлы орындардан, тиісті орындардан адам қатыссын деп, май айының 13 күні жиналыс болды. Оған да көңілдеріміз толмай, облыс деңгейінде өткіздік. Маусым айының 10 күні облыс әкімі Нұрдәулет Қилыбаевтың алдында жиналысқа бардық. Бұл тартыс тоқтаған жоқ. Сен 60 жылдан бері білетін шығарсың дедіңіз. Бұл біз Маңғыстау облысы, Атырау облысынан 73 жылы бөлінгеннен бастап бұл карьердің іргетасы құрылды. Ол уақытта ауылдың іргесі емес, шетінде салынған шығар. Қазір ауыл өсті, халық көбейді, халық саны артты, ауыл үлкейді. Мына Жаңғырпаның қазір іргесіндесің. Сіздің шаптыратын жерге келіп тұр, ұят сөзі ұлы жоқ, айтайын. Сондай жерге іргесінде келіп тұр. Былай қарағанда мықытсын, бәлен-бәленнің қолынан, біреудің қолына біреуге өтіп келатыр. Біз осы карьердің жылын жырлап, менің соңғымда қазір осы 2022 жылы осы жерде қарайған адамнан қол жинап, 5 жерге арыз жазған арызға шейін тұр. Анау газетке шыққан үзінділер тұр. Бұл карьердің айқайы тұнау 2020 жылдың июль айында Мекере атындағы мектепте дәл осы Мықытсының іргесінде тұрған сол ауылда жиналыс болды. Сол жерге қатысқан Үмінаев деген кісілер, Едіге деген кісілер қазір өмірде жоқ. Демеуге Рахмет деген кісі қатысып жүр үнемі. Ол кісінде жолдас ауырып қазір қатыса алмай отыр. Бұл жиналысқа, бұл карьердің дауында жүргеннің алды тоны ақиретте однеріп болып жатыр. Ортасы мен 60-тың үшеуіне келіп отырмын. Менің артымда мына жас баламдай адамдар 40-қа келіп отыр. Сол уақытта жиналысқа қатысқанның арты 25 жыл мен осы карьердің жиынында жүрмін. Біз бұл әңгімені, бұл ертегіні, су бәлен қылам, түген қылам дейді, шетпен халқына ауыз су жетпей, мына жаңа басқасы ала жаздай қырылып отырғанда карьерге ненің суы? Карьердің суын шашасың, іші батшық болып жатады, иленіп. Ешқандай технологияға, ешқандай алған адам бірінен бірі жалғастырып алып отыр. Мықытсын кімден кімге өтіп кетті? Бәлен адамға өтіп кетті мысалы. Өткенде Нұра өтіп отыр мысалы, Дүйсенбаев кім еді, Арман ба, Мақсатұлы. Былай қарағанда, мынау тағы өтейін деп отыр, Сармурзин әділетпенен, манағы кім, Мұстажай Қуанышбектің сен бе келіп отқан мысалы. Бұл балдар не істейді? Сендер болашақтарың жоқ па не? Неге сендер карьерге жабысасыңдар? Неге мына Қырғызстан тұр ғой? Тек қана мына промышленный киім-кешекпенен соны тігіп алып өндіріп жатыр ғой. Мен талай айтып кеттім осы жерде, қалай адамға талай қарсы болып кеттіңіз. Сендер ақшаларың көп болса, Түркияға барып келгенде тер илеуден, мына тер деген мойнада жатқан кеше кім Нұркеннің баласы Шегеннің іргесінде мен мойна қаржым, онда кеше Фейсбукқа жазып отырмын, мойнаның жағдайы қандай екен. Сол сияқты тер илеңдер, тоңдырыңдар, балдарға басып беріңдер, аяғына жындырып қалатын. Яғни Бішкекте ұқсап, река алаңында мына жерден фабрикасында қарайған адам осы жерде жұмыс жасап, нәпақасын тапсын. Карьерден айналып шықпайтындар не? Қазір деген карьерге заң шықты ғой, ауылда бәлен-бәлен километр сағат деген сөз. Сонда сендер әлі өргеде тұрсыңдар. Ешқандай мына Каспий цементті салған кезде, Албұтовтың кезінде ойбай тек мына біз бүткіл ардагерлермен қарсы шықтық. Мен соның осы ардагерлердің ішінде бәрінде жүрмін, адамдармен, азаматтармен тең жүрмін. Қазір карьердің ардагерлер үйіне Бақытжан, Шоңай, Сармурзин, Асан, жас мен құрдасым Асан екеуміз арамыз жоқ, Асан бармаш жерде. Мысалы солар келіп отыр. Олар бір кезде бір ретте жиналысқа қатысқан жоқ, былай қарағанда. Қазір мен мына жерде көріп отырмын жігіттер ішінде. Менімен бірге теңдес жиналысқа жүріп жатқандар санаулы. Знаешь, бұл сендердің өздерің адамдар жиналып отырған. Карьерге кім қатысатынын біз жаттап алдық, кімдер карьерге жүретін, кімдер қатысатын былай қарап отырғанда. Осы карьердің жырын жырлап жатырмыз. Сендер жастарсыздар. Мен болдым жасап. Міне, мен жасап болдым. 60-қа келіп өлсем арманым жоқ ұшпағанымда. Болашақ сендердікі. Сендер мына ауаны ластап, мына қасында отырған адамдарды таптап, менсінбеушілік бұл деген. Аяққа басу деген жоқ. Менің өзім ойымда солай. Былай қарағанда. Карьерден басқа өндіргі болмай ма не? Шын Бішкек жатыр. Ешқандай бізде Менделеевтің бүткіл таблицасына заты болса, Бішкекте ештеңе жаңыз аты бар, бұл Қытайдың қолында. Мына промышленныйменен. Біздің аяғымызда нәскемізбен, ішкемізді сол жақтан әкеліп отырмыз. Неге сондай пайдалы өнеркәсіп емессіздер? Бұрында да біз айтып жүрміз осы жерге келіп алып. Бірінен біріне тек қолға лақтырып, анау айқай шықты ма? Ешқандай технологиясын өзгертті. Мен айтайын өтілер, Каспий цементті салып жатқанда қарсы шықты. Албұтов деген әкім болды осы жерде. Сонда бізге мына халыққа бейнеп айтты біздерге, жиналысқа түскен. Ойбай, ол Германияның, немістердің технологиясында ұшқанда ызыңдарын бет
чыбында білмейді, ешқандай далаға ештеңе ішпейді. Қазір қарап отырсам, оның мана сары күкірт дизат екенін білмейміз, ар жағында тауды ойып алып жатыр. Бұл жерде пайдаланған бәрі уақытша пайдаланып кетеді. Оны табиғат Алла Тағала жаратқан бізге затының бәрін бүлдіріп өзі нәпақасын табады да жөніне кетеді. Мысалы, сол Каспий цементтің жарғандай, енді Каспий цементтің арғы ұшынан мынау жоғарыда полигонда келіп қойып, халық ішпейді, анау қос бар, қостың ашылып жатқан суы бар, қостың салынғанда 10 жылдан өтіп жатыр. Жылда анауға жетпей қалып миллиард беріп, тұнауға жетпей қалып, үй қосылып жатыр, миллиардпенен ол келіп мысалы. Басы бар, аяғы жоқ, саны бар, сапасы жоқ, осы жерде жұмыстар істеліп жатыр. Біз қоғамдық отырмыз, біз қарсымыз. Мен мана әкімдердің бәрімен сөйлесіп шықтым мысалы бағанда. Біз құтылмай отырсақ, сендер неге тыңдап жасарта бересіңдер Бекетау деп та. Алып кет, бәрі мыңғытсынды тұна басқа жерге бар. Жер көп қой, алып кет тұна ары қарата. Жабыш тұнжалма. Сендер тек мана инфрақұрылым, қай жерде тоқ жағын, қай жерде көлік жағын, қай жерде бір не әрі 73-тің басынан бастаған карьерге осы уақытқа шейін 60 жыл болса да, жаңа өздері айтып 60 жыл. Әрбір жол салынмай жатсыздар ғой, алашаңғы. Кеше жапты деді, жапты, одан ашты деді. Мысалы, өздерін қылсаңыз, таудың жарығы қандай? Мына Қалқышпенің ар жағындағы төменің басынан тұра таудан, Қаратаудың көзінен су ағып атады деді, іргедегі етектегі үйлер. Мына жерде жиналыстың отырсың, басқана. Кедергі кетіп мен айтып отырмын мен сендерге. Күбірлемен сосын. Шақыртумен болсам ба, отырыңдар сендер бірдеңенің бұрынғы жиналысқа қатысқан жоқсыңдар. Сол Қалқышпенің төбесіне қалай карьер шықты? Қазір етекте су жоқ. Жармыш жақтың тауын қалай айтты, жармыш жақ дейін туалет қазсақ су шығады дейді. Қазір су жоқ мысалы қалай қатсам. Бұл судың бәрі жердің дүмпуінен тартылады. Сендер өздерінің отырған жерлерің, өздерінің ұрпақтарың бар, ата-бабаларың өсті. Неге бұл жерде алмақтарың бар мысалы? Алматыда салмағы бар былай айтқанда. Сендер ана технологиясын өзгерттіңдер карьердің. Баяғы шоқ бар, сол шоқ бар. Баяғы Россия көміп отырғанменен танкісі баяғы 40 жыл соғыстан алған танкі деген сияқты. Сендерге сол манағы істеп отырған станоктардың бәрі. Ешқандай жолдарың жоқ, басқа ережелерің жоқ. Ана Жаңылпа деген ауылды аямайсыңдар ма? Оның адамдар не сендерден кемдік па? Жеті мүшесі кем ба? Жеті ата-басы кем ба? Жетінің жеті атасының бәрінде ата-басы, бәрінде осы жерде туған, бәшкелерде бәрі осы жерде өмір сүріп, осы жерде қызмет етіп жатыр. Осы жердің ауасын жұтып, суын ішіп жатыр. Ортақ. Қазір қарап отырсаң, мына тамақтан, жөтелден адам деген шет жоқ. А оны больницаға барса бермейді. Себебі оны неге береді? Карьер бар, сондықтан берілмейді. Бұл бірін-бірінен түртпейтін қылып қойған. Халық бір-бірінің астында қырылысып жатыр, қалған бәрін өзі реттеп қойған. Анықтама ала алмайсың. Сен 10 жерден барып тұра берсең, мана жөтелмен басқаның деп. Жұрттар оны былай далаға шыққаннан кейін біліп жүр карьердің шаңынан екен. Тіпті Ақтауға көшіп кетіп жатқандар, жер аулап қоныстан көшіп кетіп кеткен адамдар бар. Тым жақсы қылып бұл жерде кәдімгі сурет салғандай қылып айтасыңдар, артында ештеңе жоқ. Былай қарағанда. Мен жаңа естіп, осы жерде естіп қайтым. Ана әйел ауылда бар екен, жиналысқа қатысып жатыр. Мен шамам келгенше қатысам, өліп қалмасам. Былай қарағанда. Мен не үшін қатысам? Мен сендерден, мен осы бір карьердің басында бір мәшін шебін сұрап көрген жоқпын. Бір карьерден бар, бір тас сұрап көрген жоқпын. Былай қарағанда, мен елім үшін, жерім үшін, осы жерде туып өскен өзіммен бірге жүрген халқым үшін жаным ашиды, халқым үшін күйім, елім үшін күйім. Былай қарағанда. Сендер азаматсыңдар ғой. Неге сендер қолдарынан келген жақсы істемейсің? Сен кім? Ақтауда үй салып жүрдің ғой. Шәмсима бір Әзербайжанның қасында жүрген сен ба үй салып қасында бір баламен 29-да үй салдың ғой. Неге сол үйің салып Ақтауда салып жалғастыра бермейсің? Әділет жер тым жақсы кәпесі бар ғой. Кәпесі тұрып аяғында бәтеңке таба алмай кеше менен бір семья 3 баласымен бәтеңке алып жаратып берші мен бір түгінен алдырып бердім. Қазір ақшасы аз отыр. Соның ақшасына мен мына шеттің балдарынан сұрап алып төлеймін деп отырмын. Сенбісіңдер қазір менімен бірге сол адамның алған бәтеңкесінің ақшасын төлеймін еріп жүргендер. Сол адамды көрсетсем көрсетемін. Әке шешесі 3 баласымен жалаңаш отыр. Міне бәтеңкесі шыққан етігі жоқ келген. Былай қарағанда сендер неге сондай қолдарынан келетін жақсылық істеуге жасамайсыңдар? Бар үйлерің салатқан үйдің шетінен, әр салатқан 40 үйдің шетінен бір үйді шетпенің қаңғып жүрген бір адамына берші, біз сен төбемізге көтереміз, аспанға көтеріп. Баяғы жол жағында үй салып еді, 40 квартира салып еді, соның біреуін шетпеде бір жағдай жоқ адамға берді деп айтамыз. Былай қарағанда. Ондай болмай жатыр деп кім айтты? Жоқ, мысалы деймін да былай қарағанда, бола берсін, артық болмайды. Халық деген біреу өлсе, орнына бір адам келіп жатыр. Өсіп жатыр адам деген. Бола берсін. Mesela болмады жатқан болса, лайым бола берсін, үстінде болсын. Жақсы болса, қолдарынан келсе, мына карьерге сонда жақсылықсан, халыққа жақсылықсан. Былай қарағанда. Қарсымыз біз. Біз қарсымыз. Қағаздарын жинап біз қарсымыз. Егер де өздерің бұрын осы жерде бір адамды айтқан Ақтаудан келіп. Біз шеттен адамдар айтатынын айта берсін. Бір автобус адам алып келіп біз қол қойдырып аламыз. За деген деп естігенбіз. Біз не естімей жүрміз былай қарап
Ну-ка барма осы жерде. Бар. Мына жағылар келем салайын деп отқан. Сенің жетімек жағынса кешше жағы бекітіміс жағы мен жеменеймін. Қарсы бол. Өзің тыңдағанда өзі салайын деп саған не айтады басқа? Не айтады міне? Анау қаптанда отырған айтып отыр, қаптанда отырған. Ауылдың баласы бола берсін, мен ауылдан алып келдім ба не? Мен ауылдан алып келдім деп айтсам, мен туғанды көрдім ба, мен сен туғанды көрдім. Ол баяғысы бұрынғы кәрі ғой. Жоқ қайдан сайлады кәрілерді? Бұрынғы сым ғой. Не жаным шығып барады, бұрынғы сым емес қой. Сауын тұрмын. Бұл емес ауылдың адам болса, мен де оны ауылдан алып келдім дедім ба? Туғын айтып отырмын ғой. Қарсымыз тыңдайды ештеңе тыңдамаймыз. Қасында тұрған сен екі кісі бар кімсің келіп отқан? Кімсің? Оқып отырған ар жағында. Проекттен шықтың да біз соны айтқан, соны ана проекттен асып кете алмайды. Бірінші проект жасалады ғой, содан асып кете алмайды. Сен өйтіп жыртың ба маған? Мен жыртынып отырмын, сен жыртың ба маған? Сен кімсің маған жыртынатындай? Қарсымыз ба? Қарсымыз болды. Қол қоямыз, ағаш. Ұзақ бізге әңгіме тыңдамаймыз, қажет жоқ. Тыңдайтын болсақ, онда айтатын болсақ, мана басты айту керек. Мына мыңғытсым шетпеден 300 километр, 500 километр, сонымен тұра 2000 километр жерге бәлен жерге алып кетейін деп бастасам, ура, за деп тыңдаймыз. Соны келесі кәрелі үлгі боламыз. Онда арқата асыра беріңдер деп айтамыз. Бұл баяғы орында тұр, баяғы салтас сол жартас, баяғы шаң сол жан, баяғы су, баяғы жол. Не? Сол ойынды. Өздері осы айқай болғанда осы 2 жылдықта кәрелге ақша жинап жол салатын болып, онда да біреуі қоспай, ақшаны жеп қойын деп, о жолы мана басын бастатқанда аяғы уже аяғын нетіп жатқан басы ойлап жатқан о жолдыра көрдік. Біз не көрмедік? Былай қарағанда. Ұлы Отан соғысын көрген жоқпын, басқан көріп бәттім. Біз қарсымыз. Болды, қағазымды дайында, қол қоямыз. Не айтады бұл? Бір мыңғытсым айналдырып отырған алдағы жағын. Жасағың ба мы? Сіз жасағың ба? Жақсы. Ассалаумағалейкум. Ауылдастан тұрғындар, ағалар, інілер, апалар. Алланың қалауымен осы карьер айтып жатсыздар, карьер бұрынғы жартас не деп біз осығанға дейін карьер дейтін нәрсемен айналысып көрмеген нәрсеміз. Енді алдық, енді бұйырса жасаймыз ба деп отыр. Ендігі мәселелерді бізде содан кейінгі айтып жатқан талаптарыңыз болмай жатырса, сол кезде болады еді. Бұл әңгімелердің бәрі негізінде тікелей маған емес та. Осығанға дейін жасап жатқан карьерлер бар, осығанға дейін бұзылған заң бұзушылықтар бар. Олардың бәрі маған қарата әсер етіп отыр қазір. Мен ең бірінші бастайында отырған жұмысым карьерді новойдан ашып жатқан ештеңем жоқ. Действующий карьер бұрыннан бері жасап тұрған зат. Бір Алланың қалауымен осы карьерді алып қалатын мүмкіндік болып алып қалған жайым бар. Одан бөлек енді бір ауыз сөзім, мен оны ауылмен ерегесіп ол карьерді жасайын, мен ауыл шаңытайын деп жатқан ештеңем жоқ. Ауылдың бәрімен, адамдармен санасамыз, бәрінің жаңағы мнениелерін тыңдаймыз. Қалай болады? Требованиеге келетін болса, ең бірінші өзім ауылдан осы жерде өскен балам, ең бірінші өзім ішінде требованиясын жасаймын. Содан кейін егер осы карьер жасалып кетіп жататын болса, требованиясы болмай отырған кезде осындай болмай жатыр деп айтарсыздар. Осығанға дейін қазір менің ойымда тек бір нәрсе бар. Осы ауылдың, халықтың алғысын алып кету. Қарғысын емес. Осы жерде өскеннен кейін осы жерде өміріміздің жартысын осы жерден өткіздік. Осы жердің ауылда бүкіл осы жерде келіп отқан адамдардың да бәрі жүздері таныс, бәрі. Енді келіп алып біздер былай айтқан кезде ауылдың басында неше 20 шақты карьер болса, оның жаңа көп болса бір 8 карьердің бір 2-3 осы местный халық шығар істеп отырған. Қалғандар бар даладан, Ақтаудан, мыңнан келіп жасап жатқан адамдар. Енді осы жерде біздің жанымыз ашымайтын болса, онда одан кейін әңгіме басқаша болады. Менің шындық әңгіме бұл шынымен де ауылда жанымыз ашиды. Жаңағы су болады ма, Алланың қалауымен іші былай 80-90%-ке асфальтированы, уже шаңит дегенге оған өздеріңізде барып көзбен қарасаңыздар да болады. Ол жерде енді ауыл сіздердікі, біз ауыл өзіміздікі, бірақ енді келіп алып сендермен айқайласып, бұрынғы тұрып кеткен ауылдастармен шығысып, ақша табайын деп жатқан ештеңем жоқ. Тоқта деймін, тоқтаймыз любой кезде. Дым проблемасы жоқ. Бірақ
бүкіл требованиеміз, ең бірінші требованиемізді жасаймыз, содан кейін жұмысымызды бастаймыз деп. Өзім емес, сөз беріп қойдым. Мына жердегі адамдарды да білет, бәріне де келген көрген адамның бәріне де сөйтіп айтып жүрмін. Ең бірінші санитарлық жағдайларды түгел ұйымдастырамыз, содан кейін карьер басталады. Сенен бұрында 29 карьер болды, тек қана шетпен басында, мына меншіктасына келіп. Қалған Совет өсте ұштаған жақта, тиген жақта әртүрлі карьерді қосқанда Маңғыстау ауданында 37 карьер бар. Соның 29-нан бір қазір 25 карьер қалып тұр. Соның айтатын адамдардың бәрі де мына сіздің айтып кеткен әңгімеңізді естіген, біз құлағымыз оған жауыр болған, бәрін тыңдадық. Сен оны алмас бұрын осы жерде өзің анализ жасаған шығарсың. Осы жерде ауылдың баласы болсаң, шетпенің жан айқай шырылдап атқан, қылқынып атырған, неужели сенің құлағыңа тиіп, естіп, мен осыдан аулап жүрейінші, алып салдым бе, қарғыс алмайды деп қарғыс алмайды дейсің ғой. Мысалы, соны о баста ойлауың керек еді, осы жолға бағдарлап кеткен. Міне менің қолымда список бар. Мына списоктың мысалы сроктар ұзартылған жылдар деген, мен 80-ге келем екен, мен 80-ге келгенде бұл дүниеде боламын ба, болмаймын ба белгісіз бір Құдайдың қолында. Сен де айтып отырсың, Алланың қалауымен деп, мысалы былай айтқанда. Екі сөздің бірінде Алланың қалауымен батын болса, Алланың да қалауы, осы жерде пенденің де қалауы, карьерге қарсымыз. Себебі сен осы жерге келмей тұрғанда, сол карьердің осы жерде бәрін айқайын біліп отырсың. Сендер жастық өздеріңнің жастық мінездеріңмен, нелеріңменен біз жасаймыз деп келіп отырсың. Ол жасаймын деп сенің алдыңдағы адамдар талайда айтып кеткен. Талай осы жерге келіп жиналысқа келгенде, даже қазайындар келмей осы жерде біреу мәстер жібереді, біреу инженер жібереді, біреу тағы бірдеңе істейді. Біз оның бәрін де хикметінде, сикметінде көрдік. Кешегі апрельдің айқайда 13 күнгі айқай жиналыста 3 карьер қазынамен шетпе таспа сол келіп отыр, 3 карьер. Ал Ақтаудан карьер, Ақтаудың бүтін Қызылордаға кетқанда, мысалы Қарайған Ақтаудан атап, мысалы осы жерге келіп отыр, шетпе жиналыста халық шулап жатыр деп. Ал сонда да карьердің түгел емес. Кеше Ақтаудағы облыс әкімі арасында айтты. Осы жерде 22 жылдың сәуір айының 8 күні Нұрлан Асқаров Ноғаев әкім болып тұрғанда мына жерде Есепбек Көшмағанбет жаңағы тілек. Сол кезде осы карьер жиналыста айқай болып есеп беруде. Сонда осы жерде өзінің шақырып алып ақпарат жұмысшыларына айтты. Облыста қай күні график бос деді, 19 сәуірде график бос деді. Сонда Нұрлан Ноғаев айтты, Ноғаев Асқаров 19 күні Ақтауда сағат 4-те жиналыс бар, осы жерде отырғандар, залда отырғандар жиналысқа шақырамын деді. Сол кезде айтты, жиналысқа егер де түгел хабарлаң, карьердің иелері келмейтін болса, сотқа беріп, карьерін алам деген әңгімесі біздің құлағымызда тұр әлі. Өтірік айтсақ, Асқар Ноғаев айтарсың. Ал сол карьерге 19 күн мен Қаражанбастан 2 машинамен мақтыран келдім. Сонда шеттен адамдар астына кіргізбей тұр екен, нукалар кіріп кетіп санауладым. Біз түгел кірдік, 60-қа жақын шеттен адамдар ең көп барған. Ал сол кезде де мана карьердің қазайындар келген жоқ. Ондара мана су шашам, у шашам дейді. Мана карьерге тал еккізем дейді. Карьерге тал еккізбек тұрып жүр, жұтатын су табылмай тұр ғой. Жұрт карьерге тал екетін болса, мысалы. Жоқ, енді ол су сен, бізде халықтың пайдаланып, артизан суын сен пайдалана алмайсың, сен басқа суды пайдаланбасың, ол былай қарағанда. Жоқ, ол сөйтіп айта бересің, сумен жақсы, сумен шашарсың. Негізінде карьерлер деген союзың сен айтып отырсың, 60 жыл өтті. Бұрынғы карьерлер деген союзың кезде 2 сағат алтта жұмысын аяқтайды. Қазір бұлар бізде алттан кейін біз ұйықтатсақ, түніменен шаңытады. Тана таудың басында тұрсаң, қалсық көрмейді, қалсықтың таудына тұрсаң, мына қалпышпен мұнар қаншаңына көрмейді былай қарағанда. Сендер жасайтындарыңды карьерге ақшаларыңды аямасаңдар, ар жағында ақшаларың еңсіреп қайтатын болса, сол карьерді қазір мына қоғамды тыңдап өткізбей-ақ, сол жерде түгел жасап келіп, біздерді алып келіп, міне мынау мынандай етті бұрынғы суретімен қазіргісін көрсетіп, міне сырт етіп қойдық дейтін болсаңдар, иә. Микрофонды беріңіз енді сол туралы. Жоқ, енді оны сіздер біз енді келіп отырмын. Жоқ, енді келгенде қазір қоғамдық тыңдаудан сен өтесің, карьерді аласың, содан кейін білесің ғой, ана айтқан ауыз жаман, көрген көз жаман деген, сосын біз мана жаман болып қаламыз былай қарағанда. Сендер қазір бәрін бекітіп аласыңдар, біз аузымыз келген, ауыз келген үрімшек дейді. Талай. Осы жерде Жантек деген 80 жылдың шетпердің жігіті де бар, мысалы былай қарағанда. Мен бірдеме миллион ақшам салдым дейді, осы жерде 3 жігіт болып келді, карьера ашамыз деп. Біреу мына Тентек қарадан мысалы қарап отырсаң, Түсіпбектің іргесі, Түсіпбектің адамдары келіп жиналысқа қарсы болды. Сонда айтамыз біз жаңағы айтқан. Ақшадан кетіп қалса, сен ақшаң бізге салдырып отқан. Өзің ақшаң көп болса, сен салып қаншасың мысалы, қайдасыларын білмей. Былай қарап отқанда. Ақшаларға пайдалы, жаңа айтып отырмын, пайдалы, халыққа пайдалы зат ашыңдаршы құрсын. Бір пайдалы ісіне. Ойбай деп сен маңдайыңнан сүйіп, ойбай мына
алмай жатырмыз, карьеремізге қажет жоқ. Азайта алмай жатырмыз ғой. Сен 8 карьер бар дейсің, 8 карьер, 8 карьердің біреуі келмей қойсын, 7 карьер Маңғыстаудың құрылысына, жол салуына да жетіп, Маңғыстау республиканский трасса салынып тұр енді. Ақтауменен Кішібек Таушыққа 84 жыл салған сол, 82 аяқтаған. Соны әлі жаңарта алмай жатырмыз ғой. Ал карьер өзімізде, тау-тастың бәрі өзімізде, былай қарап отқанда. Сол айтқан сол мемлекет былай қарағанда. Біз қарсымыз, ұзақ сөз ұзартып қажет жоқ. Біз қарсымыз. Осы қоғамдық тыңдауға қарсы тұрғындар қолдарын көтересіздер ме? Бірауыздан. Бізге жаңағы нөмір екіде оқыды, нөмір екінің балдары жинап кеткен естіп, нөмір екінің жинап салып сол балдар қай жинасқа қай уақытта да қатысты екен. Мына қағазда қолдармен бізге дәлелдесін. Ол жағынан өтіп не істемеңіз. Мен де ауылдың адамымын ғой. Мен де ауылдың адаммын. Сен Ақтауда жүрсің көптен. Ишан, дұрыстап. Мен ауылда. Мен көшкенде қоғамда қызылдан беріп жүр. Сен менің баламдай адамсың ғой. Қоғамдық тыңдаудың баяндамасымен келісетіндер қолдарыңызды көтерсеңіздер. Келісіп отқан тұрғындар. Мына жерде көрініп тұр енді бәрі қағазға енет протоколға. Көпшіліктің даусымен қарсы болып отыр. Қоғамдық тыңдаудың қорытындысы бойынша. Сарыөзен Асан ардагерлеріне 2 жылдан бері жүр. Мен ардагерлеріндегі адамдарды жинасқа келтіре алмай жүрмін. 5 микрофон таппайсың. Апа, қоғамдық тыңдаудың қорытындысын жабайық қоғамдық тыңдауды. Жеке айтарсыз апа өзіне қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялайды. Жабық деп жариялай бер. Мына ардагерлерінде Ерттеу Аманқос деген кісі тұрғанда барлық кәсіби сегменттегі айлық